Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, үйіңізде балаларыңызға не істеп берсем, ерекше дәмді не жасап берсем деп ойланып отырсаңыз, осы рецепт бойынша өте жұмсақ, дәмді, осындай тіске басар жасап көріңіз. Өте дәмді шығады. Ол үшін 2 жұмыртқа, кішкене шым тұз, 1 кесе айран, 1 кесе манный крупа, қант және пищевая сода керек. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, 2 үлкен қасық қантымызды салып, кішкене ғана тұз қосып, араластырамыз. Содан соң 1 кесе айранымызды қосып, тағы да араластыра отырып, 1 кесе манный крупамызды салып, жақсылап араластырамыз. Егерде осы дайындап жатқан қоспаңыз кішкене сұйықтау болса, тағы да жарты кесе манный крупа қоссаңыз болады. Бұл айранның қою сұйықтығына қарай болады. Манный крупамызды араластырып болғаннан кейін, қоспамызды 20 минутқа бетін жауып, қойып қоямыз тұндырып. Осы уақытта манный крупа кішкене ісініп, қоспамыз қоюланып шығады. Ең соңында жарты қасық пищевая сода салып, жақсылап араластырып, табамызға кішкене сұйық май құйып, осылай қасықпен салып, котлет сияқты қуырамыз. Немесе үйіңізде кондитерский мешок болса, соған салып, сол мешокпен осылай құйып, қуырсаңыз да болады. Екі жағын да қып-қызыл етіп, орташа отта қуырамыз. Өте дәмді, өте ерекше болады. Балдарыңызға міндетті түрде ұнайды. Осындай әп-әдемі, өте дәмді, ерекше тіске басар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліңіз. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Рахмет.